Науру жер шарындағы ең кішкентай республика. Оның аумағы 21 шаршы километр, ал халқының саны 12.000 адам. Науру фосфорит өндірумен танымал болған. Бірақ табиғи ресурстардың таусылуы елдің экономикасына ауыр әсер етті. Туризм бұл елде өте шектеулі, және сырттан келген көмек Наурудың негізгі табыс көзі болып табылады. Монако әлемдегі ең тығыз қоныстанған мемлекет. Оның аумағы небәрі 2 шаршы километрді құрайды, ал халқы 36.000 адам. Монаконың басты табыс көздері туризм, казинолар және жылжымайтын мүлік. Бұл ел өзінің Формула 1 жарыстарымен және люкс өмір салтымен танымал. Ватикан әлемдегі ең кішкентай мемлекет. Оның аумағы небәрі 0,144 шаршы километр. Бұл Римнің ортасында орналасқан католик шіркеуінің орталығы. Ватиканның негізгі табыс көзі католиктерден келетін қайырымдылық және туризм. Мұнда әйгілі Сикстин капелласы мен әулие Петр соборы орналасқан.